келесі Құранның әдебі ат-тахсис. Тахсис дегеніміз жекелеп қарау. Қалай? Яғни бұл жеке маған айтылып жатыр деп әрбір аятты оқыған кезде сезіну. Бұйрық келсе, бұл маған бұйрық. Қайтару келетін болса, бұл маған айтылып жатыр. Бір ескерту келсе, былай істесең тозақта жанасың, оның азабы былай деп жатса, осы маған айтылып жатыр. Пайғамбарлардың қиссалары келетін болса, бұл маған келіп жатыр. Мен осынан ғибрат алуым керек. Яғни Алла субханала тағала әрбір аятты маған арнап айтып жатыр деп түсіну. Құранда Алла субханала тағала мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Пайғамбарлардың қиссасын келтіреді. Артынша «Ва куллан нақуссу алейка мин анбаир русули ма нусаббиту бихи фуадак». Біз саған осы пайғамбарлардың қиссасын келтірдік, жүрегіңді орнықтыру үшін. Пайғамбарлардың қанша қиналғандығын, бірақ Алла субханала тағала соңында жеңіске жеткізгендігін, оларға қарсы шыққандардың қалай жоқ болып кеткендігін Худ сүресінде Алла субханала тағала келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Шайябатни Худ» Худ сүресі мен шашында қартты деді. Ішінде Алла субханала тағаланың алдың қауымдарды көп жазалағаны келеді. Және артынша біз осы пайғамбарлардың қиссасын саған сенің жүрегіңді орнықтыру үшін баяндап беріп жатырық деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны оқып, жүрегі орнықты. Әрбір мұсылман адам да сол аяттарды оқып жатқан кезде жүрегі орнығуы керек. Құран пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға түсірілді. Бірақ тек қана пайғамбарымыздың өзіне түсірілген жоқ. Пайғамбарымыз арқылы бүкіл умметке түсірілді. Алла субханала тағала ол жайында Құран кәрімде айтады. «Уазкуру ниъматаллахи алейкум ва ма анзала алейкум минал китаби вал хикмати я'изукум бих». Алланың сендерге берген нығметін және сендерге Құранды нәзіл еткен естеріңе түсіріңдер деді. Тағы басқа бір аятта «Ва казалика ядрибуллаху линнаси амсалахум». Міне осылайша Алла субханала тағала адамдарға мысалдар келтіреді деді. «Ваттабиу ахсана ма унзила илейкум мин раббикум». Сендер өздеріңе түсірілгеннің ең жақсысына еріңдер деді. Басқа бір аятта Алла субханала тағала «Хаза басаиру линнас». Бұл адамдар үшін тура жол деді. «Хаза баяну линнас ва худа ва рахма». Міне бұл адамдар үшін баян, тура жол, уағыз, тақуалар үшін деп Алла субханала тағала айтып жатыр. Яғни Құран бүкіл адамзатқа түсірілді. Бүкіл адамзат деген, яғни жеке-жеке әрбір адамға деген сөз. Себебі әрбір адам сол адамзат атаулының ішіне кіреді. Яғни Алла субханала тағала әрбір аятты жеке маған айтып жатқандай. Әрбір аятты адам оқыған кезде бұл маған айтылып жатыр. Мен осыны істеуім керек. Алла субханала тағала маған обращаться етіп жатыр деп түсіну керек. Алла субханала тағала Құран кәрімде «Ва ухия илайя хазал Құр'ану лиунзиракум бихи ва ман балаг». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, айт дейді, бұл Құран маған түсірілді, сендерді ескерту үшін, және кімге жетсе, яғни кімге бұл аят Құран жетсе. Имам Мухаммад ибн Кааб ал-Қурази рахимахуллах, бұл кісі табииндерден 108 немесе 117, 120 жылдары қайтыс болған. Қайтыс болған жыл жайында ихтилаф бар. Ол кісі Абу Айюб ал-Ансари, Абу Хурайрадан, Ибн Аббастан, Ибн Умар, Ал-Бара ибн Азиб, Абдулла ибн Джафар, Зайд ибн Арқам, Анастардан риуаят еткен кісі. Яғни үлкен табииндерден. Сол кісі айтады: "Ман балағахул Құр'ан факааннама калламахуллах." Кімге Құран жетсе, Алла субханала тағала онымен сөйлескендей дейді. Біз осыны түсінетін болсақ, Құранды оқуды береке үшін деген нәрсені тастаймыз да, оны түсінуге, оған амал жасауға иншалла өтеміз. Имам Малик ибн Динар рахимахуллах айтатын болған: "Ма зарa'ал Құр'ану фи қулубикум я ахлал Құр'ан." Ей Құран оқушылар, Құран иелері, Құран жүректеріңе нені егіп жатыр? "Иннал Құр'ана раби'ул му'мин кама аннал гайса раби'ул ард." Құран бұл иман келтірген мумин адамның жаңбыры, жердің жаңбыры бар. Сол сияқты Құран адамның жаңбыры. Сол сендердің жүректеріңе не егіп жатыр? Жүректеріңде не өсіп жатыр? Ей Құран иелері дейтін болған. Имам Қатада рахимахуллах Құран жайында: "Лам юджалис ахадун хадал Құр'ана илля қама би зиядатин ау нуқсан. Қала та'ала хуа шифау ва рахматун лил му'минин. Ва ла язиду залимина илля хасара." Кімде-кім Құранды оқуға отыратын болса, не Алланың алдында дәрежесі жоғарылап, артықшылыққа, абзалдыққа ие болған халде бітірген кезде тұрады, немесе зиян шегіп тұрады деді. Және артынша мына аятты оқиды: "Ол Құран муминдер үшін рахма, мейірімділік, рахмет. Ва ла язиду залимина илля хасара." Ал залымдардың ол тек қана зияндығын арттырады деді. Яғни сіз муминдердің қатарында болсаңыз, ол сізге рахма. Егер залымдардың қатарында болатын болсаңыз, онда ол сіздің тек қана зияныңызды асырады. Сол үшін әрбір адам өзіне қарауы керек.